Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінде еліміздегі 19 миллион халықтың басым көпшілігі кредиттен арыла алмай отыр. Ал банктер мен микроқаржы ұйымдары қарапайым азаматтарды жоғары пайызбен сүлікше сорған аздай, коллекторлар арқылы онсыз да әзер күн көріп, шықпа жаным, шықпа деп отырған елдің берекесін қашырып бітті. Бұған наразы болған журналист Сәуле Әбілдаханқызы әлеуметтік желіде былай деп жазба қалдырды. Банктер мен коллекторлар біреудің несиесі үшін үшінші тұлғаның қанын ішкенді доғарсын. Әйтпесе халықты митингіге өзім алып шығамын. Президент мырза, қаржы саласындағы тупойский заңдарыңды реттеңдер. Мен ешкімге гарант болған жоқпын. Біреудің қарызы үшін неге менің шоттарым арестке қойылу керек? Осы мәселе халықтың соңғы қанын ішіп болды. Назарға алып, заңды реттеулеріңізді сұраймын. Мен кредит алсам, дер кезінде төлеймін. Тіпті ақшам болса, 5-6 ай алдын ала жауып тастаймын. Жауапкершілігім жоғары, салық төлеушімін. Ешқандай мемлекеттік қаржылық қарызым жоқ. Неге мен біреудің қарызы үшін жауап беруім керек? Неге менің шоттарыма арест қойылады? Неге мен гарант болмасам да сот ондай шешім шығарады? Неге сот отырысы өтпей сырттай шешім шығарады? Адам тағдыры ойыншық па? Судьяларға неге бұл мәселеде артық полномочия беріп қойғансыздар? Қарыз алған адамды сотқа шақырмай гарант деген құжатқа қол қойған болсам, мені де сотқа шақырмастан неге сырттай сот шешімін шығарады? Сот орындаушылары неге басынып аузына келгенін оттап, ар-намысыма тиеді? Оларға кім, қандай заң ондай құқық беріп қойған? Назарбаевтың заңы ма, Тоқаевтың заңы ма? Заңдарыңды реттеңдер, немесе қалталарыңа салып қойыңдар. Сендер халықтың жүйкесіне тиіп, өмірімізге түкіріп қарайсыңдар ма? Мен де сендердің ондай әділетсіз заңдарыңа түкіремін. Алаяқ соттарыңды, алаяқ сот орындаушыларыңды, алаяқ банктерің мен алаяқ коллекторларыңды жиыстырып алыңдар, дейді ашына сөйлеген Сәуле Әбілдаханқызы. Әділетті Қазақстанда әділетті сотты қашан көреміз? Сіздің де жақындарыңызда осындай мәселелер туындап жүрме? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.